Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Сәлем достар, бүгін өзімізше Астанаға Open Air-ға келдік. Міне Алматыдан жұп-жұқа киімдерімізді киіп келдік, бірақ Астана масқара суық екен. Көрдіңіздер ме, даусым дірілдеп сөйлеп тұрмын. Бірақ енді амал жоқ, жұмыстың аты жұмыс, оның үстіне бұл көптен күткен концерт. Бүгінгі кеш Астанамыздың 20 жылдығына арналады. Астана суық. Енді білмеймін, Алланың бергені осы ғой, енді қалай болса да, бірақ көңіл күйім күшті болады. Мына жұлдыздарды кім іріктеді бұл концертке? Ләйлямен бірге істеген кезде соны іріктеп, осы концертке қостық. Менің ойымша бұл жерде халықтың пікірі маңызды. Яғни қазір жастардың арасында өте әйгілі топтар, жастардың сүйікшілері және де солардың сұранысына ие топтар таңдалған. Менің ойымша өте жақсы таңдау. Жаман деп айтасыз ба не? Білмеймін, қас көреміз списокты. Сіз іріктеудегі артистерге қарасаңыз, енді қазіргі егер 15+, 17+ жас аралығындағы жастарды тыңдасақ, енді олар тізімде жоқ. Бірақ басқа да сүйікті әншілер өте көп. Ұят парадтың жүргізушісі Нұржан Еркінұлы осы шоудың сценарийін жазды. Бүгінгі концерт ұятты бола ма, ұятсыз бола ма? Ұялатын ештеңе жоқ. Әдеттегідей ғой, үлкен концерттегідей өзгерістер көп. Сценарий негізі қазір жазылып жатыр мына жерде. Бәрі өзгеріп жатыр, әртістер кешігіп жатыр, әсіресе біздің Қазақстанның әртістері кешігіп жатыр. Ал кешігіп келген 3 басты әншіні айта аласыз ба? Вот действительно ұят парадқа кіргізу керек осыларды дейтін. Ұят парад кешігіп келген, біздің бәрі кешігіп жатыр. Номер 1 Тамара Асар. Біз Тамара ханым кешігіп келді, бірақ сонда да әйтеуір шығардық сахнаға. Тамара апай, көңіл күйіңіз жоқ сияқты, ұнамады ма? Жоқ, көңіл күйім жақсы. Бірақ ана жерден жаяу келу кішкене қиындау болып, басқа бір көліктерді сұрап, сонымен келдік әйтеуір. Мына жаққа дейін енді тәртіпке көнеміз ғой қашанда. Сондықтан осындай мықты тәртіп болғанына бір жағынан қуаныштымын. Өзім қожайын, өзім би деп бәріміз әр машинамен көлікпен кіре берсек болмайтын шығар. Бірақ жақсы өтіп жатыр. Оцепление өте жақсы, шектеу жақсы. Маған ондай тәртіп жерлер ұнайды. Өзіме қиындау болса да, денсаулығым болмаса да, жаяу жүру сәл қиын болса да, мен оған көнемін. Аға, Номер 2 Мадина Садуақасова. Ну, Мадина, ладно, она всегда опаздывает. Ой, Зари, қалайсың? Жақсы. Көйлегі әлі дайын емес. Уақыт созу керек оғанда. Шляпа, бүгінгі образ бір эпатажность добавляет вам. Имиджіңізді өзгертенде жатырсыз ба? Айжан Нұрмағанбетованың жолымен. Жоқ, енді Айжан апамыз әрине өте стильді. Бірақ расында өзіңіз айтқан кезде ғана ойландым, Айжан апамыз осыған ұқсас бір образдар жасайды. Негізі бұл Карин Стайл деген стилистің имиджі маған ойлап тапқан, ұсынған осы Open Air-ға. Маған өзіме қатты ұнады. Өйткені Open Air деген бір ерекше жоба менің ойымша. Еркіндікті талап ететін. Бұл жерде қандай стильде келсең де,
менің ойымша ешкім бір ерсі қарамайтын сияқты. Мысалы мен қазақи, мысалы біздің дәстүрлі әндердің концертіне осылай киіне алмаймын. Сондықтан да бұл жерде емін-еркін далада көптеген біздің қонақтарымыз бар. Ешқандай бұл жерде қысылым бір не жоқ, еркіндік. Сондықтан да бүгін осы менің стилистімде әбден. Қинадыңыз ба әбден? Жоқ, мен қинаған жоқпын. Мені қинады. Сосын үшінші Бейбіт Қышқалиев. Мен әлі көрген жоқпын оны. 2 сағатты тікелей эфирде болдық, енді алдымызда 4 сағат бар. Қалай екен жалпы? Шаршаған жоқсың ба? Бұл далада 2 сағат болды. Это стилист! Я уақытты. Все, хорошо. Мені ғалым. Привет. Ғалым, қазақ әншілердің бәрі кешігіп жатыр дейді. Не сұмдық? Енді қазақпыз ғой. Ұнап жатыр ма өздеріңе? Өте керемет, мен бірінші рет бұндай үлкен жобадамын. Жалпы қобалжулар болып жатыр, түсінбеушіліктер. Бірақ енді өте тамаша, аурасы өте бөлек. Той маусымы басталып жатыр. Мынандай эфир жүргізгеннен кейін сенің гонорарың резко өсе ма? Жоқ, сол қалпында қала беретін шығар. Өйткені қатты жыртып жатқан жоқпын мына жақта. Қанша негізі? Айтайын ба не? Зачем? Хорошо, маған қанша скидка жасайсың? Саған ба? 50%. 50%? Ладно. Қалшы? 50% $1000 ғой? Да. Айқыннан сұхбат ала алмай жатырмыз. Міне сұмдық болып жатыр, фанаттары суретке түсіп. Айқын, мүмкін фан-митинг жасайсың? Фан-митинг жасайтын енді бір 10 жыл бұрын жасаушы едім, бірақ қазір фан-митинг деген концерт қой. Жақында 1 мамыр күні Алматыда фан-митинг істедім, концерт істедім, үлкен open air тура осындай. Почти осындай халық жиналды. Керемет кеш болды. Негізі сахнада жүргенмен 15 жыл болды ғой биыл. Сондықтан осындай үлкен концерттерге жиі қатысып тұрған жақсы деп ойлаймын. Көрдіңіздер ма, Айқын маған сұхбат беру үшін қалай бүкірейіп еңкейіп жатыр. Камшат, мынау не, тоңған жоқсың ба? Жоқ, ешқандай да тоңған жоқпын. Өйткені жүректе жылу бар. Махаббат жылтып жатыр ма? Махаббат жылтып жатыр, Астананың махаббаты жылтып жатыр. Жігіт ше? Енді мына жерде жігіттің жылуы орынсыз деп ойлаймын. Әттең орамалым жоқ, саған сыйлап жүретін едім, жолыңды берсін деп. Бар ғой орамал? Жоқ, өзіне керек па? Қара, сенің аяғыңда каблук қанша сантиметр? 10 сантиметр. Менде 12 сантиметр каблук бар, и все же Камшат маған сұхбат беру үшін бүйтіп сөйлеп тұр, байқадыңыздар ғой. Камшат, биылғы той маусымында гонорарың өзгере ма? Биылғы той маусымында гонорар өзгермейді. Қанша болып қалады? Сол бұрынғы қалыпты. Маған қанша скидка жасайсың таныстықпен? Саған 12 сантиметрлік шпилькаң үшін 12% қалжың. Жақсылап жасаймын ғой. Мен Алишерден ұзынмын. Это перебор. Алишер, Астанада күн суық, Астана күнін қалай тойлаймыз, не істейміз? Күн суық емес, жақсы ауа райы. Кеше ғана қар болды деп естідім. Бүгін өте әдемі, жандырамыз сахнада. Суық болмау үшін. Сізді махаббат жылта ма? Әрине. Жаңа Камшат айтады, маған суық емес, мені махаббат жылтады дейді. Әрине. Бүкіл әндерімде махаббат туралы. Өзім де сахнадан тыңдармандарға махаббат сыйлаймын. Сондықтан бәрі жақсы. Жылы. Мен үйленбеймін деген бір ән шығардыңыз, бірақ бір суреттер шықты. Сіздің үйленгеніңізді көрсететін не болып кетті өзі? Үйленген жоқпын. Мен әлі бойдақпын. Осы әнді, бойдақ деген әнді қазір сахнада орындаймын. Алишер, бойыңыз қанша сіздің? 190. 190, сізге қыз табу.
бұл қиын шығар, иә? Негізінде қатты ұзын қыздар ұнамайды маған. Қалай? Бойы қатты ұзын қыздар ұнамайды негізі. Орта бойлы қыздар ұнайды. Кішкентай қыздарда шанс бар. Мен тағы өзім орныма тұрдым, чтоб Еркенің бойы ұзын екен көрініп қалмау үшін. Ерке, сен биыл кино түсіріп жатырсың деп естідік. Қалай саған кино әлеміне баруға ой қалай келді? Барам деген ой. Неден басталды ол? Қалай келу? Мен енді өнерден алыс емеспін. Өнер, жүргізушілік, барлығы енді бір өнердің ішінде ғой, сондықтан да маған бір өсу керек болды, өну керек болды, әрі қарай бір баспалдақпен көтерілу керек болды. Содан кейін өзім ойлағаным, маған продюсер болу керек деп. Продюсер бір топ жинап, ән айтқызып, қыздарды, ұлдарды ондай болуға болатын еді, бірақ өзім оған қатты көңілім тартпады, сондықтан да кино түсіруге шештім. Қиын ба екен, қалай екен кино әлемі? Әрине, қызығы да бар, шыжығы да бар, қиыны да бар, жеңілі де бар. Кино әлемі өте керемет, өлең айтып, ән айтып, той-томалақ концерттен кино әлемі енді ол басқа әлем өзгеше маған қатты ұнады. Маған бір мынандай құпия сұраққа жауап берсің, жаңа айтып жатсың, YouTube арқылы көп танылып, және қаралым арқылы көп жетістікке жетуге болады деп. Менің де YouTube-та өзімнің бағдарламам бар, бірақ мен әлі ондай үлкен қаралым жинап жатқан жоқпын, және әлі ондай үлкен табысқа кенеліп жатқан жоқпын. Құпияңмен бөлішші. Ешқандай құпиясы жоқ. Айтады ғой, таудай талап бергенше бармақтай бақып берсін деп. Мен оны бақыт деп ойлаймын, өйткені мен осындай бір өзінің бір секреті бар, я болмаса осылай жасау керек деген менің де ойымда болған жоқ. Мен өзімнің тек сүйікті мамандығыммен, сүйікті ісімен айналысып жүрдім. Осылай маған Аллах бір бақ берді. Бақты бөліп берші маған кішкене. Бәрімізге де жетеді, бәрімізге жетеді. Менің ондай бір нем жоқ, қызғанышым жоқ, сондықтан да бердім саған. Рахмет! Кішкене бердім, кішкене миллиондар маған. Нұржан уайымдап тұр, басындағы шляпым ұшып кетеді деп. Нұржан, неге бұлай резинка тағыламадың? Резинка, мен ойлаймын, ол құтқармайды. Астананың желі расымен де ешқандай резинка қарамайтын сияқты. Неге көзіңде көзілдірік, минус па, плюс па? Барлығы орында, Аллаға шүкір, көзім көреді. Бұл стил. Стил? Стил. Стилный болып жүрсің ба, міне? Барлығын бастан аяқ түсіріп алайық. Ол өте стилный. Стилныйға жатқызсаңыздар, онда стилный болып жүрмін онда. Мен естідім, сен ақшаның бетіне қарамай $2000 куртка сатып ала береді деп. Енді барлық уақытта деп айта алмаймын, бірақ болып тұрады ондай нәрсе. Еркелетіп тұрамыз. Неге? Өйткені мен көзім жетеді, мен бір $100 алған курткамда мен ұзақ киемеймін. Бір максимум кисем бір-екі ай ғана кием. Мен $2000 киім алатын болсам, мен ұзақ кием. Өйткені ол жақсы сақталады, сапасы да басқа болады. Соған көзім жетті, мен сондықтан $2000-дың дүниелерін алам, ондай сатып алам. Нұржан, той маусымы жақындап келе жатыр. Гонорар өсе ма, биыл төмендей ма, қалай болады? Менде ондай нәрсе жоқ. Менде жалпылама бар. Жазда өсірем, қыста өсірем, 8 мартқа өсірем, 22-сіне өсірем, наурыздың деген сияқты ондай тақырып жоқ. Мен жалпы гонорарым өсіп келе жатыр. Жолдан жолға. 1 миллион теңге деп естідім, рас па, дұрыс па? Жобалап, е. Таныстарға скидка жасайсың ба? Мен шақырсам, маған қанша скидка жасайсың? Тойға ма? Жақындарым жассы ма? Мен шақырсам. Сен шақырсаң ба? Сен де тегін жатыр қой. Жақындарымызға. Сен тегін тойханаңда көрпе төсеп, салат жасап, сояқ жатыр қой. Расымен. Бәріңіз естідіңіздер ғой. Нұржан маған тойма тегін келем деді. Мен хабарласам, сосын пост жазам. Рахмет. Жігіттер, самая вышка деген ән шықты, лучший деген ән шықты. Енді қандай ән шығарамыз? Худший, онша емес, бола ма? Полетаем деген ән шығарамыз. Жігіттер, бойдақсыңдар ма? Бойдақпын. Онда айтыңыздар, сіздер үшін самая вышка қыздар ол қандай?
қыздары ғой. Мысалы, мынандай үш нәрсе айтыңыздаршы, ең күшті қыздардың. Қарапайым, иманды, инабатты. Инабатты? Аха. Қанша ұл бала туып беру керек? 20 десең, 20 емес, 30. Не істей алуы керек? Қандай тамақ түрін? 5 бармақ. Маңызды емес қой. Қазақтың қызы ол бәрін істей алады. Қазақтың қызы болса болды. Қандай күшті жауап. Рахмет. Қалың кейін келді бүгін Астанаға. Тоңдыңдар ма? Астанаға келгенде әрдайым біз ойланып келеміз да, не аламыз? Майкамен келеміз ба, немесе дубленка алып келеміз ба дегендей. Осы жақында ғана қатты боран соқты деп көптеген хабарлар келді Алматыға, сондықтан кәдімгідей жылырақ киінуге тырыстық. Гамаж бар ма? Гамаж бар. 2 гамаж бар. Мамаларын киіндіріп жіберген ғой, Алуа ханымды айтам. Әрине. Ол кісі қайда өзі? Алматыда қалды, үйде біз енді. Біз уже есейдік қой, 30-дан астық бітті, сонымен өздерің жалғыз жүреміз. Проблеманы өздерің шешесіңдер дейді, бол, бақ өзім шешім. Анау Рензо дегендер басып атыр ғой өкшелеріңді, е? Сөйтіп, басса қайтеміз енді. Қайта енді ол қуанамыз, інілеріміз ғой енді. Сіздің ініңіз бар, алдына жігіттерге. Жоқ, енді біздің жоқ. Бір продюсерлік орталық қойын, сондықтан біздің інілеріміз, Алуа ханым біздің мамамыз болса, енді олар біздің інілеріміз, сондықтан біз қуанамыз, оларда жетістік болып жатса, біз қуанамыз әрдайым. Данияр, саған сұрақ, соңғы сұрақ. Бұрын екеу едіңдер, батыр екеуің. Қазір жалғыз қалдың. Аха. Қиын болып жүр ма? Енді қиын болып жүрген жоқ. Енді менің өмірім әрине де өзгерген жоқ. Енді өмірім жаман емес, сондықтан бәрі керемет. Қашан? Бір жақтан қиналып жүр, өткені қалаған кез келген журналист келіп бір сұрақ қояды. Данияр қашан үйленесің? Сол сұраққа жауап беру қиын болып жүр, енді көп болып кетті сондай сұрақтар. Енді бәрін қосылып бір балдыстарыңды ма тауып берсеңдерші? Табамыз, қазір қарастырып жүрміз, кастинг жариялаймыз. Өз суреттеріңізді бізге дайректке жіберіңіздер, қарастырамыз, ең жақсысын таңдаймыз. Ал егерде ұят парадқа осы кіретін болса бүгінгі шоу, сіз нешінші орын берер едіңіз? Ұят парадқа кірмейді, бұл әдемі шоу. Бұл сыналатын шара деп ойламаймын. Біріншіден, әртістер тегін өнер көрсетіп жатса. Екіншіден, жастардың біз талғамын ескеруіміз керек. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Бір кешті әдемі сыйлағанда тұрған не бар? Мысалы, Астананың қаншама жергілікті тұрғыны бар, қонақтары бар, 20 жылдық мереке, кішкентай оқушылар қазір каникулда. Әдемі емес пе? Сізге жеке сұрақ Иглздан. Өткенде өз ойымда неге кей-поп соншалықты сынадыңыз? Мен айттым ғой, ондай сұрақтарға жауап бермеймін деп. Down,